Қазақстан арақ ішуден орталық Азияда көш бастап тұр екен. Бізде жан басына шаққанда орта есеппен жылына 6 литрге жуық алкоголь тұтынады екенбіз. Дегенмен ақпарат қаншалықты рас тексеріп көрдік. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кейінгі дерегіне сай, Қазақстан орталық Азияда алкоголь тұтыну бойынша 5-те 4 литр деген көрсеткішпен алғашқы орында тұрғаны рас. Бізден кейін екінші орында Қырғызстанда 3-те 9 литр, Өзбекстанда 2-де 1 литр, Тәжікстанда 0-да 7 литр болса, ал ең аз тұтынатын ел Түркменстанда 0-да 3 литр деп көрсетілген. Бір қызығы, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне сенсек, 2015 жылдан бері орталық Азиядағы басқа елдерде бұл көрсеткіш азайса, Қазақстанда керісінше өсіп келеді. Мысалы, Қазақстанда 2015 жылдары 4-те 4 литр алкоголь тұтынса, Қырғызстанда 6-та 3 литр болған екен. Бірақ көріп отырғанымыздай, одан бері Қырғызстанда азайып, Қазақстанда керісінше көбейген. Тіркелген алкогольді тұтыну ресми статистикасына өндіріс, импорт, экспорт және сатып алу мен сату да кіреді екен. Сондай-ақ елге келген туристердің алкоголь тұтыну есепке алынады. Ал сіздің ойыңызша біз алкогольді көп тұтынамыз ба?